Бәріне сәлем достар. Бүгін товар келді дегенді естіп, сразу товарымызды алып кетейік деп каргомызға келдік. Қаскелең қаласында товарымыз 9, 10, 11 сентябрь күні складқа жеткен товарлар. Бүгін 18 күні кеше келді. Бүгін 19 күні алып кетуге бардым. Барлығының весін бірінші өлшеп алдық. Түзу болып тұрсын деп тақтай қойдық. Міне барлығының килограммын өлшеп, клиенттердің заказ болған соң уақытылы тапсырайын дедім да, жеке-жеке фото-видеоға түсіріп алдым. Осылай клиенттерге жіберу үшін весін төлейтін деп. Осы на заказ алған курткам, бұл бірдей курткадан 2 штук заказдадық, 2 түрлі размерінен келді. Качестволары өте жақсы болып келді. Тура осы куртканы былтыр мен сестренкам алған болатын. Качествосы да біздің қысқа да кәдімгідей қатты ауыр емес, еще жұмсақ өте күшті, бізге ұнады. Осылай каргодағы тәтелеріміз қарап сапасын бәрін мә деп қуанып жатыр, өте күшті алыпсыз деп. Қаскелең қаласынан Абысын деген каргомен заказ беріп жүргеніме уже 1 айдай болып қалды. Товарлар 8-10 күнде келеді. Көптеген карголармен заказ беріп жүрмін, бірақ осы Абысын каргосын тауып алғаныма өте қатты қуандым. Өйткені товар келген күні, сол күні келген күні тура Қаскелеңге алып келеді. Бұл кісілер сразу WhatsApp группаға жазады, товарларыңыз келді деп, максимально ерте алып кетуге тырысамыз. Осы аяқ киімнің де качествосы күшті екен, іші жүн болып келді. 35 размер заказ бердік. Тоже клиенттің заказы, качествосы өте ұнады. Келесі куртканы тоже бір клиентім, бір апай заказ берген болатын, қызына деп, пуховик кәдімгідей качествосы күшті болып келді. Килограммның өзі 2300 теңге шықты. Осы куртканың цветі де, өзі матасы да, качествосы да қатты ұнады. Каргодағы тәтелер де қызығып жатыр ғой, уже қыста заказ беріп жатыр ма адамдар деп. Иә, бұны мен на заказ қабылдағам. Килограммын қосқан кезде сатқан бағаммен 10 000 теңге шамасында шығып тұр ғой. Мынау келесі тренч, фотода ұзын болып көрінеді, бірақ қатты ұзын емес екен. Тізеден сәл жоғары тұрады. Тоже на заказ алған товарым болатын. Осындай тренчтің 2 түрлісі болды. Біреуі М, біреуі L размер. Біреуі осындай бежевый түсті, біреуі көк түсінен болған. Бұлардың да сапасы өте күшті екен. Мен на заказ алып 6 000 теңгеден саттым. Вестарына 2 000 теңгедей ақша кетті. Бірақ өзінің бағасына стоит. Сөйтіп товарларымызды алдық та каргомызға риза болып, клиенттер айтқан жерлеріне апарып, товарларын тастап, сосын үйге қарай қайттық. Осындай блоктарды салып тұратын болам. Бүгін распаковканы сол карго филиалында әдейі таныстыру үшін жасадым.